Например, сақалыңды ал, сен вообще братишка болып сақал неге жібересің? Не дегім келіп тұр маған, айтшы маған. Ура аламын ғой, брат. Ернар Асығата, Алматы. Жалпы дат ол сен үшін не? Дат мен үшін өзімді көрсететін алаң, іштегі агрессияны шығаратын жер. Бүгінгі фанаттарың немен таңғалдырасың, әрине егер олар болса? Бүгінгі фанаттарымды әрине егер болса, өткір панчлайндармен, шоумен, қалыптағыдай ғой бәрі, әдеттегідей. Рэп батылдың мақсаты не, сенің ойыңша? Рэп батылдың мақсаты жаңа таланттарды ашу, елге паш ету, қазақ тілімен де мықты батылдарды жасай алатындығын дәлелдеу. Рэп қашаннан бері сәнге айналды? Рэп сол қара нәсілді бауырларымызды, ақ нәсілді бауырларымыз қыспаққа ала бергеннен бастап, сол нәрсе сәнге айналды десек болады. Сол мақта теріп жүріп, сол кездегі тақпақтардан бүгінгі күн сол нәрсе бүгінгі күн осындай хип-хопқа айналып отыр. Нұрмен араларында сыйластыққа батыл кедергі келтірмей ме? Нұрмен арамыздағы сыйластыққа батыл кедергі кетірмейді. Нұр айтпақшы, бүгін достығымызды бір жарты сағатқа ұмыта тұрамыз. Алайда, яғни батыл жалпы ешқандай бір достыққа өтіп бұзбайды. Негізі былай адекватты, батыл түсінетін адамның көзқарасымен қарасақ, ол ешқандай кедергі кетірмейді. Батыл айтқан нәрсе сол батылы қалады, ал өмірде сыйластық бөлек. Түсінікті. Саған сәттілік. Рахмет. Сәттілік. Өз-өзіңді таныстырып өтсең алдымен. Нұр Қарасаунд. Жалпы дат ол сен үшін не? Жалпы дат өзімнің эмоциямды шығару үшін. Қалай ойлайсың, саған рэптен не пайда? Не істеушісің жалпы? Жалпы дәл қазір рэптен емес, қазақша рэптен маған ешқандай пайда жоқ. Не үшін айналысың онда? Өзімнің ішімдегі нәрселерді шығарғым келеді. Батылға қатысқым келеді. Сол үшін сондай бағыттағы нәрселер жасаймын. Сенде қазақша, қазақ рэпінің феномені, қазақ батылдың феномені деп жүр жалпы. Қаншалықты рас осы нәрсе? Егер солай деп айтса, басқалар рас нәрсе ғой. Даттың, рэптің саған пайдасын түсіндік, көрермендерге не пайдасы бар? Біз көрерменге не бере аламыз қазақ рэпіне? Қазір даттың 3-ші маусымы болып жатыр, Даттың 3-ші маусымы болып жатыр. Әзірге бұл көрермендерге жеңіл әзіл ретінде ғана пайда бере алады. Ал алдағы уақытта саясатқа дейін бара алатын нәрселер береді деп ойлаймын. Жалпы қарсыласыңнан басқа осы Қазақстанда кімге не айтқың келеді? Қазақстанда ешкімге ештеңе айтқым келмейді. Мен бәрі нормально болса болды ғой. Ешкімге дис жоқ па? Дис па? Дис алдағы уақытта болады дис деген нәрсе, бірақ кім екенін айтпай ақ қояйын. Қарсыласыңмен әжептәуір дос едің. Не болып қалды? Білмеймін, мен өзім оған батылға шығайық деген ұсынысты ешқашан тастаған жоқпын ол жігітке. Білмеймін өзі. Мен Қызылордада болдым, ол Алматыда болды, сендердің қастарыңда болды, өзі сұрап алған шығар батыл, мен білмеймін. Енді дос екен деп бүгін аяйсың ба әлде? Шамалы аяушылық бар енді, бірақ андай өзінің жеке өміріне көп тиіскен жоқпын. Просто былай сыртынан былай әзілдеп өттім, бірақ андай өзінің жеке нәрселеріне бас сұққан жоқпын. Түсінікті. Саған сәттілік. Рахмет. Қазіргі қазақ жастары рэпті түсінеді, панчтың парқын ұғады, флоудың құлағын бұрауды біледі. Болмаса, как минимум, біреуден сұрауды біледі. Сендерге тіл қатқан ақын және бұл даттың 3-ші маусымы қошемет! Бүгінгі батылды біз күткен жоқпыз, бұл аяқ асты, бұл нағыз зашквар. Бірден айтайын, неге дейсіңдер, себебі
даттың бірінші маусымынан бірге келе жатқан екі айнымас дос бүгін батылға шықпақшы. Қалай болатын өздеріңіз көресіздер. Ең алдымен әділқазылармен таныстырып өтейін. Менің оң қапталымда мен қазақпын деп барша Қазақстанды дүркіреткен Ерболат. Кезінде Аш Қазақта болып, өз көрерменнің керемет тректермен таба білген МД. Музыка десе ішкенасын жерге қоятын және дәл қазір сол салада қомақты қаржы тауып жүрген бизнесмен Смитси. Жұптарды да бірден таныстырып өтейін. Менің оң қапталымда қызылордалық Нұрқара Саунд. Және оның қарсыласы алматылық Ернар. Дайынсыңдар ғой? Даттарың бар ғой? Бастайындар. Сәлем Қазақстан. Бүгін көзің мен құлағың менің меншігімде. Дат ол версус па әлде айтыс алады еншігімнен. 50 жылда ел жаңа, сол себепті ғаламтор батылдардың дәуірі аяқталды. Ал заман күнде құбылады, өнерім жетектеп ақ аяқталды. Қазір талған бөлек, елші арзан нәрсеге өте құмар. Қазір бұрынғыда емес, ауызға келгенді айтуға көтен тұрады. Сондықтан пікірге боқтауыңа болады, бетіме келіп айтпасаң да, ал мен бұдан қорытынды шығарам, менің ішімде өмір сүреді қайтпас адам. Елмен бірге қазақша рэпте жаңарды бірінші бастағандар өзін ардагер санайды. Кейбіреу 1-2 дис жазып батылға қатысып өзін майдангер санайды. Ал кейбіреу орыстың рэпіне секіреді, коммерциялық бағыт көкейін тесіп еді. Ал сен осы батылдан кейін ит боп алдыма келесің, үлкейіп тесігің. Ал мен ойма келгенін жасаймын. Ал мен тек ойма келгенін жасаймын. Өтін кетсе де жарылып, барлығы маған қарсылас болуға қорықты. Енді тек сенде бар үміт. Сенде іштей қорқыныш бар, бірақ сенің абыройыңды төгуге ұмтылмаймын. Тек мына тұрғандарға жай ғана нағыз батыл көрсетем, құртырмай. Енді уф деп деміңді терең алуыңа болады. Мойныңнан жүк түскендей, осы батылдан кейін барып УЗИге түссең, дәрігерлер саған жүк түсің дейді. Ал адамдар қалуы мүмкін түк түсінбей. Ал менің асығым алшысынан ешқашан оны бүк түсірмеймін. Себебі сөзбен зорлайым сендер пір тұтатын MC сымақтарды. Сен әлі піспегенсің, шыңдалсаң да сынаққа мың. Қасыңда мен болмасам сермеуге қорқатын едің қылшыңды қынаптағы. Сен ешқашан дамымайсың, себебі өз тректеріңе толып тұр құлақ қабың. Ел ішінде мынадай сөз бар. Саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады. Сондықтан ақын реніш болмасын. Бірақ мен билікті жамандайтындардың қатарынан емеспін. Есіңде болсын, кеше ғана бас көтергеніміз тепкісінен кеңестің. Ал сенде қанағат жоқ, үйіңде жатып жамандауға құмарсың. Билікті әкеңмен қосылып, ал өзіңде мемлекетке үлес қосайын ау деген ойыңда жоқ. Дұрыс түсінсе деймін жастар осыны. Сенің қолыңнан түк келмейді, білімің де өте таяз, сондықтан бәрін мемлекетке жабасың. Алғаш мектеп табалдырығын тегін аттатты, соны дұрыс пайдаланбаған сыңау шамасы, бірақ оны өзіңнен көрмейсің. Жоғары оқу орнына түспегеніңе тағы мемлекет кінәлі, отан отбасынан басталады, сондықтан өзіңнен баста, бірақ сенің санаңда тұр түн әлі. Мен саған жаным ашып айтам, осында тұрған барлығымызда жақсы өмір сүруге лайықпыз. Сен менен озасың, тек Инстаграмда Байзакова қалғанда лайксыз. Сондықтан мен сенен озам деп мақсат қоймай, маған арадағы достық қымбат. Ал сен содан аттап ақыннан осы батылды сұрап алдың. Досың шын ба? Сен әркімнің сөзіне ересің. Оған мысал Франциядағы қашқынның сөзіне сенуіңде, бірақ сен өте қорқақсың. Алматыдағы бейбіт шеру себеп болды саған көрпенің астына енуіңе. Сен сол күні дірілдеп, тіпті көшеге шығуға жүрегің дауаламады. Себебі миың өтірік ақпаратқа толған, әйтпесе бейбіт күн сені жауалама. Сен өзіңе қатты сенім артасың, бірақ үмітің сені ешқашан ақтамаған. Оған дәлел, сайлауда үміттеніп Қосановқа дауыс бердің, ал ол кісіні адам қалмады боқтамаған. Мен бүгін қазақстандық батыл рэпті сен сияқты дарынсыздан ақтап алам. Менің орнымды қанша батыл рэпер басса да атым айтып тұр Нұрсұлтан, бәрібір тақта қалам. Раунд! Бірінші раунд Ернар, қошемет. Көптен күткен 3-ші маусым, тфай көз тимесін. Бұлдат секілді жоспарланбаған секс тағдыр өзі келді, ағытып түймесін.
Ал сен Ники Минаж емессің, бірақ көтің ауыр екен шынымен де. Мұның қарсыластары өздері ғайып болды. Нұр қалды. Бэтл болады ма бұл жолымен де? Деп. Армандар орындалады екен. Нұрсұлтан, мені Аяз ата деуіңе рұқсат. Және осы жұпты құтқаруға келдім. Аспаннан түскен мессия ұқсап. Бірақ мен өзгелер секілді Бэтл Кинг емеспін, сондықтан болмасын айып. Біз бұл саланың білеміз ғой қыр-сырын, ендеше әдемі шоу жасайық. Бекер күліңдеріңіз. Деп сізге салар ем, бірақ бүгін шайқассаған ор қасып қойдым, сосын барып жайғасын нұрда дабыл анал көтіңді жайқасы, үлкендер айтыспақ, ақын бізге шайтасы. Қара менде бар скилл флоу және басқа, ал сен сәбит әй жәмен басқан трабл ұшақ секілді талай өтті бастан, менің қарсыласым изи, қазір мұны растайм. Нұр Қарасаунд, Қызылорданың қарапайым қара баласы. Мен де батылға шыққым келеді деп жар салған. Версусты қарап алғасын. Жарайды үшінші Оксимирон, екінші Дизастер. Тіпті No.1 Battle MC бола қалсаң да, құтты болсын деп, балдақ сыйлаймын шығармашылығыңа тұрған ақсаңдап. Шынымен де, мұрағатыңда махаббат жайлы әуендер ғана жатыр шаң басып. 9 жылда бір альбом жазалмаған адам қалай болады өз ісіне шын ғашық. Сенің рэпің ұсқынсыз қыз сияқты, онымен мақтан алмайсың. Айтпақшы, Нұр қыздармен танысқанда, оның ішіндегі бэтл рэпер түнекке шегінеді майсып. Жоқ, былай. Оның ішіндегі бэтл рэпер түнекке шегінеді майсып. Жоқ, мен Нұрсұлтан емеспін. Жоқ, мен рэпер емеспін. Мен Нұрсұлтанмын. Балалар үшін ғаламторда, мұнда бэтл рэпер қызу қанды. Достар бұған, алло, брат, сені ютубтан көрдік қой десе, ал жай КВМ болған, мән бермеңдер. Сен маған аузыңа келген айталасын, тек сенімділік болмайды әңгімеңде. 50 жылда ел жаңа деген сөздер осы күндер жұбатпас ешкімді. Көзбаяушылық қалданып өтіп жатқандай жалған 5 күндік саясаттан бейхабармын, бірақ әділетсіздіктің сәулесі түседі көзіме жаман. 26 жылда Қазақстан үйретті сенуді өзіме ғана. Ал сен сүйікті ісіңме айналсамын дейсің ба, бірақ ісіңді қаншалықты сүйесің. Саддам Маза құрбан әскербектердің фонында сен сағыз шайнап тұрған түйесің. Бұлай. Әңгіме жоқ. Мен де жығылдым, шатастым адасып өнердің жолдарында. Ал сен ойланып көр бірінші маған әзіліңді жолдарыңда. Еріншектік сені ұстап тұрды және жұрт не дейді деп. Негізі маған рэпке похуй деген әңгімеңе ешқайсы сенбейді де. Сенде похуизм емес, жай көтіңнен кері жүресің ау дейм. Битпен оқитын лайф бэтлдің акапелламен жүлдесін алдың. СТО-дан Булканнан сұрайтын прикол сен туралы. Мұндай логикамен, жазға таман, дубленкамен жемпір ал. Кейін Растабарстан тарақ сұра, Алтынбек Тәшімбетовтен жаңа тректер. Меніңше сен шақырғандайсың анау Ахмадиев жанды рэпке. Натридан жеңілгенде содан шығар, бірақ Нұр ақталудың хас шебері. Бүгін менен басқасының бәрі кінәлі деген бутиктің ашылымы. Тек Нұрға қайшы берің. Менің бэтлді жеңбеуім өз қолымда деген не әңгіме тәлпіш инста чикс ұқсап. Ал менің үлкен дәретке бармауым өз қолымда, көтіме келмегенше рұқсат, прикинь. Алдыңғы маусымда бізге берілді бірдей уақыт, енді не де бақталасын. 2 апта болса да береді мотивация, бақталасу. Сенің қарсыластарың бэтлді қақпайтын, енді менімен көр күштесіп. Олар бодибэк дегенде естігенде ойлайтын, күштесім. Сен кейде айнадан көресің темек шегіп тұрған еріншекті. Сенің ерінген соншалық ол темекіні сен емес, еріншекті. Менен Нұрмен бэтл қашан деп сұрайды сенің адал фанаттарың. Сен биікке ұшсам дейсің, тек қағаздан жасалды қанаттарың. Мен бұл жұлдызды жерге түсірдім. О, халқым, тамсана бер. Сенің скиллдарыңның құны 50 цент, маған самсадан бер. Олықтар түсінеді. Маған самсадан бер.
Бірақ мен де бағындырмадым биік белестерді. Сонда да жүріп келем. Сен жағада су кешіп жүре бер, мен кеттім жүзіп терең. Мейлі тіпті сол шыңға жете алмай кетейін, қусам да қанша сағым. Жұрттар менен түк шықпайды десе, келеді тағы бір барша сағым. Барша сағым. Саған да керек атақ пен қаражат, кірсең де қарғаның кейпіне. Бірақ саусағыңда да қимылдаттың келмейді. Мұны шығармашылық, паралич дейтін еді. Мен соңғы рет ақпанда даттастым, сондықтан қарным ашты. Кенеттен осы клубтың есігі ашылса, шошыма, оны биқажының қарны ашты. Раунд! Екінші раунд Нұр Қара саунд. Қошемет несі болады негізі? Саған жарасады екен, секске дейін қыз сияқты қылымсу. Мен осы Алматыға келе жатып Түркістаннан тоқтап лағман іштім. Сенің мәтінің сол сияқты, сылдырсу. Енді раунд. Мәкені танисыңдар ғой барлықтарың, иә? Мәке жаңағы рэптен мектеп ашып, жастарға сабақ беріп жүрген, оқытып, рэптен сабақ береді. Мен Мәке болмасам да қазір саған сабақ берем, және көрсетем нағыз хип-хоп. Мен саған хип-хоптан сабақ берем. Дайындал, мен саған хип-хопты оқытам. Дайындал, мен саған хип-хопты оқытам, бірақ терсінен. Сондықтан болады пих-пох. Бірақ бұл жерде мақсат емес, екеуі ара боқтасу. Ал сенің міндетің студияға барып KZ Sound'тағыларға боқтасу. Себебі сенің екеуміз бас қосқанда сенің кемшілігіңді жауып жүрем, араласқандай боққасу. Себебі сенің соло тректерің дәмсіз секілді Қазақстанның ауруханаларының ботқасы. Дат егер футбол болса, сен алаң жиегінде жүресің доптасып. Ернардың продюсер сен, лейбл жалғыз гастрайтер өзің, онда сен Қазақстандағы ең жолы болмаған топтасың. Менімен танысқанға дейін сен New School деп қуып жүрдің, ешкімге қызықсыз репертуар. Ал мен алдыма келген MC-ді зорлайым, сондықтан кейін мені көріп Қазақстанда мықты батыл репертуар. Сенің тректерің эстрададағы кейбір қыздар сияқты көтін жабатын ештеңе жоқ, тіпті кебінде кимейді. Сенің тректеріңнің ерекшелігі Африкада жүрген негрмен бірдей. Сенің тректерің Африкада. Кейбіреу 30-дан аспай жатып, ардагер деген атақ алып алды. Енді рэп оқуға кәрімін дейді. Ал сенің тректерің қазақстандық кю-поперлердің түрі сияқты. Бәрі бірдей. Себебі сенде түк талант жоқ, секілді бомжда прописка. Ал біз бір жылда дүниеге келсек те сен менің артымнан ересің, сондықтан сені атаймын братишка. Мүмкін бұдан басқалар қорқатын шығар, бірақ менің қасымда жүргенде бұл тентек емес. Мына сөзіме сен дәлелсің, артық мүшемен туылғанның бәрі еркек емес. Себебі сенің қызға барғаныңды байқамадың. Бұл ақпараттан тіпті кейбіреу тілін тістеп алып, үйленген кезде бас жағын ағызып жібер, себебі сенің ашып кеткен спермаң. Кейде бұл сеп тұрып бұрпалық тастайды, себебі басқа жол жоқ шығаратын, жыласа жаспен, терлесе термен, тым ауратса түшкірікпен мұрнынан шығаратып. Бұл қанша қызға барғысы келсе де жыныстық қатынасты молынан қалап, бұның байқаусызда оң қол сынып қалса, мүшесі сол қолына барады. 26 жыл өтті. 26 жыл өтті. Жылы жерге тықсам деген мақсатын орындаумен. Бұған қыздар мүшен күттай деп бетіне күлсе, бұл өз-өзін жұбатты, ол қыздың қолы дәу деп. Мен осы батылға мәтін жазып ұзақ ойландым. Бұл мәтінімнің несігем? Несігем. Бұл да 26 жыл пұтын шешкен сайын ойланды. Несігем? Ернар Ысқақов, сен осы уақытқа дейін жеңдің 2 түйір бойы қысқаны. Ал мен ондай ергежейлердің қатарына жатпаймын, сондықтан дұрыс болады көтті қысқаның. Қазақша рэпте мен сені баулып, мен сені дұрыстадым. Шыны керек, мен сені жасап шығарған ұстамын. Сондықтан бич. Мен саған не істесем де өзім білем. Сен мен үшін жай ғана легосың. Мен сені шашып құрастырам. Өзіңді пісіп жетілдім деп ойлайсың ба? Жоқ, сен демосың. Мен саған боқтамай тағы да жай ғана ескертем, орныңды біл деп, өзіңде біліп тұрсың кім жеңетінін, құмырсқа айқасқанда пілмен. Сенің даусыңда жағымсыз, тіпті жаныңда жүрген
трансқұлаққа зиян, сен мықты панчлайнер болу үшін тіліңді кесіп бастап жасау керек, трансплантация. Сенің жасағаныңның бәрі қоқыс. Тез қайт, айналаңды ластап жібермей, бұған үйдегілер, ей балам, қоқысты ала кет десе, бұл апарып өнерін орныға тастап жіберген. Кейде көп ішкен кезде, белсендірілген көмір көмектеспейді, қатты ауырып, бас қазан мазалауда. Сондай кезде сенің соло тректеріңді тыңдаймын. Лоқсып, жақсы екен ас қазан тазалауға. Бұл Хан Досаевтың немересі. Сондықтан бүгін болады атаң шок. Менің жұдырғым батылдан кейін сенің түріңді өзгертеді. Сондықтан ата оны фотошоп. Сен қатты таңғалып жүрсің. Бұл батылға қалайша нұр көне қойды. Мен саған ескерткем күйін кешесің деп Джони бойдың. Сен қанша версус көріп дайындалсаң да мен қызылордалықпын, батыл рэп менің қанымда бар. Енді маған қарсы тұрып алдыма келсең, сука, мойныңды бұрап жаныңды алам. Сен батыл рэпер емессің. Көзіңнен бағыңды бұлдырат. Енді маған батылға шығам десең, сука, жағыңды сындырам. Бәрін бастап алып енді іштей жалынып тұрсың, бұның бәрі екен деп тез өтсе ұятты. Сен бұл батылда аузыңды ашып соңын күтесің, жезөкше сияқты. Мен осы уақытқа дейін өзімді арықпын ба десем, кейде сенің голый жүргеніңді көріп Құдайға шүкір деймін. Сен туылған кезде Құдай біледі ғой, аузыңа туберкулезбен ауыратын біреу түкірген. Бұл бір суретшіге барып суретін салып бер десе, суретші бұған ұзақ қарап, ақ параққа тақтай салған. Сені жаратқан кезде Құдай сүйекті терімен қаптай салған. Қане кім бар батыл рэпте, орда рэптің соңынан іле салған. Мынауны Game Over'дың киімдерін скелетке іле салған. Киініп алған скелет, сүйектерін сықырлап майланбаған. Бұны кішкентай кезінде мұғалімдер шешіндіріп тастап, биология пәніне пайдаланған. Сөз соңында саған өмірлік құрмет, мен сыйлайтын рэперлердің бірісің. Ал менде шегіну ешқашан болмаған, сәтті шықпаса да бірісім. Бұның бәрі қазақстандық батыл рэп үшін, ал біз тек оған жай жол салушымыз. Бұл менің соңғы батылым, жас буынға пас берем, гол салу үшін. Раунд. Ендігі кезек Ернарда, екінші раунд. Қош жемет. Тек есі ауысқан адам ғана датқа былғанбаймын деп шығады. Атақ үшін тоңқаю еркектердің ісі емес. Жолдыбаева, Камшат. Неймдропинг маңызды нәрсе, ұқсаңдар мәнін тек. Қазір мен бұл салада Папа Карло, Абдраимов, Валибек. Қазір екеумізді салыстырамыз, тек наның іші пысқан деме. Қарға қарғаның көзін шықмайды, бірақ мені қыран құсқа теңе. Мен Куклукс Клан, сен Қара Саунд. Мен қазанды төңкерем, сен жабасал. Мен универсал, сен офлайн. Мен мультибрендовый, сен опмай. Өтпеді. Айтпақшы Нұр, жұрттар Де Нироны сенің балаң дейді, және тек еліктеуде ғана емес мәселе. Қара. Оликс, Рэп God, Дабл Райан, Макгрегор. Мыналардың қасында панч нормально естіледі. Мұнда көбісі ауылда өскен. Әзіліңді тоқтатшы, брат. Сен жұртқа боқ шашқанша қолыңды сол боқтан шығар. Қазір Нұр Қара Саундтың кішігірім хайпы бар. Содан айырылып қалмай тұрғанда айтып қал. Бүгін бэтл рэптің оңынан туатын ай бар. Bir қажы бөліп берсе кішкене майынан. Ағас ма, келес сөзіме ренжімес шалынам. Бірақ стоматолог, хирург сақтасын сенің жағыңнан. Ағас, бэтл рэпте бәрін қырып таста шетінен. Кейін маскина отыра салсыншына сопақ бетіңе көтімен.
саған ұнаса осындай трэш мазақ қылу түр әлпетті. Онда ойнаймыз сенің ережелерің бойынша, ал кеттік. Давай, кеттік. Мен сене бастадым Дарвиннің теориясына сені танығалы. Лайк басыңдар, шимпанзеге ұқсасам наибалы. Ал егер ол күлімдесе, айналады маймылдың дәл өзіне. Брат, шошып кетпе, адамдар саған банан беріп жатса, дәм болсын деп. Homo sapiens ағайында жүргенде от жаға алмай тасты бөліп, бұл планета обезьян киносында жүр дейді, ойнап басты рөлді. Алдың сөзімді қайтып алам, тіпті маймылдан адам тарасады. Бірақ дәл сене маймыл тарады десем, походу жарасады. Көрдің ба, мен сенікінде анекдоттардың 100-ін жасаймын. Қайдағы шимпанзе ол ертең 100-ін жасайды. Бұл датқа шығам деп құтырып кетті, атып тастау керек мына мышықты. Бұл дат осы батылдан кейін қызың кетіп қалса, демек амың шықты. Ал негізі бұл жай ғана батыл. Нұрдың хейтерлері сабақтарыңды оқыңдар және аман болсын. Майдың орнына су құятындар жанып тұрған отынға. Біздің инстадағы псевдо-конфликт ол. Бақыт Сұлтановтың уәделеріндей жай құлақтан тептік. Жүректерің жарылып кетсе де осы шындықты еститін уақытта жетті. Сенімен неге таласамын, бро, басымды бетлдің тәжі қысат. Мен мұнда тұрмас едім, анау алаяқ Биг Бандарын қашпаса. Осы видеоның астына комментарий қалдырыңдар. Биг Бан ақшаны қайтар. Және Ерадар, Бэтл Кинг емес, сиқыршы, сендерге қашан қайтам. Ал мен тағы сызылып тұрмын бір карикатура секілді осы датта әрбір адекватты көрерменге салют біздің арнаға қосылып атқан. Ал саған бауырым, өнерде де, өмірде де құрмет. Шын жүректен сүйікті ісіңді тастап кетуші болма мұндайға сын жүреттеп. Енді батылдан жалықсаңдар, жұмбақ жасырайын сендерге. Дайынсыңдар ма? Либо раунд па? Жұмбақ па, раунд па? Хорошо, онда, кеттік. Ол даттың бірінші маусымы шыға салып, ойбай, Смитти сені датқа шақырамын деп зарлаған еді. Кейін, нихуя гонорарымды төлеңдер деп аузын ашты, сол еш қызармаған бет. Адамдар комментте жазатын, сол баланы датта көргіміз келеді деп. Атырауда теңгенің қоны өскен ау. Оған 5000 теңге пиздес ақша болып көрінеді. Кім ол? Даттан бір, кім ол? Кім ол? Ақыннан бір $5000 алғандай, желеден тыс нөмір сөндірулі және гакуге шығарамын деп ақшаға лақтырып кетіпсің сен біреуді. Онда мынаған баспана мен көлік ал, сдачина, той жасайсың. Алаяқтар флейвасына салам. Мадоннан басқа жақпайды ешқайсы. Сосын поляда Макгрегор болып видео түсіріңді қой. Жаман болады. Датта кілең, секс, маньяк, акушерлер келсең, сығып балаңдалады. Шешілді ғой жұмбақ. Кейін ақын фонда тұр дейсің ғой. Биг Бан 5000-ді қайтар, Биг Бан 5000-ді қайтар, Биг Бан 5000-ді қайтар, 5000-ді, раунд. Екі рэперде қолынан келгенше қоныштан басып қалды. Ендігі кезек BPM көрейік, өнерлерін салыңдар. Рэп бұл көше мәдениеті. Сенің айтылған сөзіңмен қатар үстіңе киген киімің де маңызды. Дәл осы тұрғыда бізге осындай керемет киімдермен қамтамасыз еткен Game Over дүкендеріне алғыс айтамыз. Бұл рэпите қайталанар, болсаң да қай қаладан, шайқалда бізге қос. Сенің ішіңнен шыққан мәтіндерің балаң болса, онда мені педофил қорға мені алаң. Асарланбай секілді Макгрегор, ал сенің ақ жүрегің. Сондықтан жек көресің мені қатты жаудырып балағатты
ал мен мән бермей ақ оларды жылы жаттым, бірақ сонда да көкірегіңде бар сенің нұрфобия. Қазақ рэпте түк бітірмеген көбия, олар бақырақ, артында қалт гигабайт дейді, бірақ қызықсыз көкірегінде киранайт дейді. Шыны керек қазақ рэппен ешкім баспана алмады, бірақ таққа бірінші бардым Баскода Гама. Сондықтан құрметіңді тық көтіңе музыкант, одан да қис-қис ноталарды түзеп ал. Енді жанталасып жырла тағы жыла сол қызды, артыңда эскалат тек басқанда сен тормызды. Бұл рэп репетиция қайталанады, болсаң да қай қаладан, шайқалда бізге қос. Сен айтқан қазақ рэп деген осы. Репетиция қайталанады, болсаң да қай қаладан, шайқалда бізге қос. Сен айтқан қазақ рэп деген осы. Ей, қазір Қазақстанда бэтл рэп пайда болады. Окей. Дезинфекцияның авторы мен, сондықтан дайынысқа балақайлар қолды сұққан. Қазақ рэпке кіріп кет, жаңа хайп трендмен, аялдамаңдар, не тез бол түсіп қар. Сенің папа дебет, Slim Shady бастаған толқынды қайта жіберді. Бұған дейін жасағандары құннан қама, шабыт синонимі секс бола түнге тама. Мені балағаттау айналды миссияңа, топа сонша ішің тармаған миссияма. Кеңес бермейм, менен үлгі алуда кеңес бермейм. Бұл рэп репитті қайталанады, болсаң да қай қаладан, шайқалда бізге қос. Сен айтқан қазақ рэп деген осы. Репитті қайталанады, болсаң да қай қаладан, шайқалда бізге қос. Сен айтқан қазақ рэп деген осы. Болсаң да қай қаладан, бірге қалда бізге қос. Сен айтқан қазақ рэп деген осы. Раунд! Біраз градусқа дейін жетті, жігіттер жарайсыңдар. Қошемет. Екі достың арасында болған батылды әділдікпен сараптау әділқазыларға да оңай болмайды. Бірақ енді сөз өзінде, сондықтан так. Шынымен өте қиын. Бұл жігіттерді баяғыдан танимыз, біраз сұхбат болған. Мен жеке көп сөйлемек қойын, достық жеңді деп ойлаймын. Шындығына келген кезде. Бұл жерде екеуін кесіп айта алмаймын. Екеуі де мықты. Бұл жерде екі арыстанды бірге берік болған сияқты болып тұрды. Бірақ жасырағы болып тұрған енді Ернар өзінің күшінде біліп тұр, Нұрда біліп тұр. Бірақ достық жеңді. Жігітше. Кедейдің байыған жаман демекші, мына Ерекең ақшасы көп екен, мен дауысты Ерекеңе беремін десе. Жоқ, енді қалжың ол. Жалпы айтқанда, енді мына рэпте шыны керек Нұрекең енді. Мына Нұрекең от екен. Ерекең шоқ екен. Енді шыны керек жаңа өзің айтқандай кімге берерін білмей тұрмыз. Жалпы шыны керек айтқанда Нұрекең енді жаңа айтып өтті, мен естідім ғой, жаңа алдындағы рэперлар бар, ол адамның ой өрісі ниетіне де байланысты. Сондықтан топырақ шашып керек жоқ. Мысалға бізді шақырса керек болса екі орап аламыз, сөз қоры жетеді. Жалпы ойыңда болсын. Адам ниетіне де байланысты. Сонымен сен кішкентай бір минус алып тұрсың. Жалпы айтқанда Ерекең ойы қандай тамаша. Құрауы да керемет. Ниеті де тамаша. Енді боқтай берген хайп, жаңа панч деп атсыңдар, ол да дұрыс, өзінің орны бар. Бірақ енді шектен шығып, мысалға кішкене ұстаңқырап әдемі астармен де жеткізгенде де өте тамаша естіледі. Сол себептен шыны керек сенің читканген Нұреке аспанға қарап кет, ай өтпейсің, братик. Денис Квадратик. Сонымен Ерекеңе беріп отырмын, дауысты тамаша. Соңғы шешуші сөзді бізде Смитти айтады. Мен сөйліп кімге бердім? Достыққа берді ғой. Достыққа берді. Поленина вверх. Алдыңғы жолға қарағанда дайындалыпты. Алдыңғы жолы монтаж болған айтпақшы. Сонымен екеуі де енді
екеуі де жақын маған негізі, екеуі де керемет шоу көрсетті. Соңындағы фит өте әдемі аяқталды. Негізі егер рұқсат болса ақын достық жеңсе қалай қарайсың? Бұл жерде достық жеңу керек шындығына. Қалған рэперларға өзің айтқандай ветеринарларға құм шашпағанда онда достық. Онда Нұрға дауысымды бердім. Сонымен дәл қазіргі ыстық батылды аяқталды. Жігіттер, сендерге көптен көп рахмет, өнерлерің өрге жүрсін. Жеңімпаз ол әрине достық. Достықтарың берік болсын ең басты. Ондай жандарыңа тик кететін болса, ондай әділқазы керек емес, ондай жандарыңа тик. Жоқ. Сырттан қарау керек қой нәрсе. Что и скажу здесь про тебя. Не, все, аяқташы. Например, сақалыңды ал, сен вообще братишка болып сақал неге жібересің мысалға? Мен өзім білем, мен сақал. Отыңды өзің білді, өз боғымен бұқсып жүре бер, Мен братик. дат туралы нәрсе айтып тұрмын бұл жерде. Дұрыс па? Сен оны құм шашпаса енді не деген кеп тұр маған? Айтшы маған, қазір айтшы бұл датты тұр, айтшы. Қоясашы болды. Орап аламын ғой, братик, ескеріп қаласың ғой тіземнің астында. Өз-өзіңді төмендетіп тұрсың менің алдымда. Ол сен ғой жаңа мен келгенмен отсылкамен маған құм шашып тұр. Қашан мен не дедім отсылкамен? Рэперлар, блядь, ветерандар, осындай, блядь, пиздец, аның альбоммен ғана өсіп жатырын. Альбом жазып алды, осылай сосын әңгіме айт. Мен альбом туралы әңгіме айтқан жоқпын. Пиздещер нахуй. Есіңе сақта, біз сүйкімді вайнерлер емеспіз, сондықтан бізден тәтті контент күтпей қой. Барды бар, жоқты жоқ қып айтамыз, датқа қош келдің.